Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аспаз келін. Бүгін осындай керемет қуырылған тұшпара дайындайтын боламыз. Той дастархандарына қойсаңыз өте керемет кетеді. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен осы ұнымызға дрожжымызды, қопсытқышымызды және тұзымызды салып, жылы суменен бір жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Және де сары майымызды ертіп алатын боламыз. Барлық мөлшерлерін описание бөліміне тастап кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Осылай қамырымызды илейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр иленеді, қолға жабыспайтындай, сондай күшті эластичный қамыр болады. Қамырымды илеп болдым, кішкене тындырып қоямыз 15 минуттай. Оған дейін картобымызды пісіріп алатын боламыз суда. Содан соң бір жуамызды да қуырып аламыз бөлек майға. Картобым пісті. Енді дәміне қарай тұз, бұрыштарымызды саламыз және де қуырылған пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қуырылған жуаның үстіне картобымызды салып бірге қуырып керек емес, барлығы майлы болып кетуі мүмкін, сондықтан осылай жасасаңыздар да дәмді болып шығады. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ, сондай жайылғыш қамыр болып шығады. Еттің қамырындай қылып, жұп-жұқа қылып, сондай көлемде жаятын боламыз. Қамырымды жайып болдым. Енді осылай 4 саусақтың көмегіменен осылай өлшеп аламыз. Бәрін бірдей қылып кесіп шығатын боламыз. Енді бір-бірінің үстіне қойып, осылай бір тегіс қамырлардың бәрін қойып аламыз да, тағы 4 саусақтың көмегімен бірдей қылып, бәрін 4 бұрышты қылып кесіп алатын боламыз. Сонда тұшпараларымыз әдемі болып шығады. Енді түйетін боламыз. Жақсылап түйіңіздер, әйтпесе майға қуырылған кезде ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан қатты басып, осылай түйсеңіздер болады. Енді қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз, қызартып піскенше. Қызарып пішіп шықты. Енді осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Дастарханыңызға қойсаңыз да, қонақ келген кезде өте дәмді, сондай қытырлақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.